Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Менің каналыма кіріп, және жазылып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Мен өзімді таныстырып өтейін. Мен дәрігермін. Мен атым Гүлім. Сіздерге айтатыным, менде басқа да видеолар бар. Баланы қалай емдеу керек, ОРВИ, диарея және де көптеген тақырыптар туралы. Егер тыңдағыларыңыз келсе, инфобокста сіздерге ссылкасын қалдырамын. Және де менің каналыма қош келдіңіздер. Енді тақырыпты ашатын болсақ, бүгінгі тақырып қалай екіқабат болуға болады, немесе қалай бала көтеруге болады. Әр әйелдің өзінің осы өмірге келгендегі міндеті десе де болады. Ана болу, құрсақ көтеру, сондықтан әр әйелдерде ол әртүрлі болады. Кейбір әйелдерде ол ешқандай проблемасыз болады, кейбір әйелдерде ол болмай жатады. Сондықтан сол туралы сөйлесеміз бүгін. Бірінші, қалай екіқабат болу керек үшін сіз деген бірінші принципті білуіңіз керек. Сіздің организміңіз қалай жұмыс істейді. Байланысты дедік. Овуляция дегеніміз не и ол қашан әйелде болады. Овуляция көбінесе 28-30 күнде болып тұрады әр әйелде. Және де овуляцияны қалай есептеуге болады. Сіздің бірінші месячныйдың күні ол бірінші циклдың бірінші күні деп болады. Одан кейін сіз 14-15 күн санайсыз. Санағаннан кейін сол күні сізде ең қолайлы күн болып табылады. Бала жасауға қолайлы күн. Ол овуляция күні. Овуляцияға дейін 2 күн, одан кейін 2 күн алсаңыз, осы 5 күннің арасында сіздер тырысуларыңыз керек. Сол ең қолайлы күн болады. Солай есептеп аласыздар. Егер сіздер дәл овуляцияны білгілеріңіз келсе, овуляциялық тесттер бар. Овуляциялық тесттер алуларыңызға болады. Және де овуляцияның егер алғыларыңыз келмесе, өздеріңіз осылай интернетте неше түрлі календар овуляция деп аталады. Календар овуляция деп жатсаңыздар шығады, солармен есептеп алуға болады. Мен қазір медициналық түрде сіздерге түсіндіремін. Бірінші, әйелдің организмінде цикл болады. Цикл дегеніміз ол 28 күннен тұрады. Ол цикл сіздің бірінші месячный басталғанда басталады. Және де сіз көтеру үшін сізде овуляцияда сіздерде атаның ер адамның ұрығы кіру керек ішке. Ол дәл овуляция кезде болмаса, басқа күндері болса, сізде екіқабат болуыңызға мүмкіндік жоқ. Өйткені сол овуляция күндері ғана жұмыртқа жасушасы бөлініп шығады. Негізі әйел организмінде 28 циклда бір рет қана овуляция болады. Овуляция дегеніміз ол әйелдің жаңағы яичко дейді ғой, жұмыртқаларынан өзінің жұмыртқа жасушасы бөлініп шығатын күнді айтады овуляция деп. Ол айына бір рет болады. Бір жұмыртқа жасуша немесе екеуі шығуы мүмкін. Ол аз кездеседі, бірақ болуы мүмкін ондай. Және де шығады да, ол бір рет айына болады ондай. Шығып, ол маточный трубы дейді, жаңағы матканың трубаларына барып, басына барып дайындалып тұрады. Ол күндері ол айына бір рет және де 2-ақ күнге созылады. Көбінесе 2 күнге созылады, одан кейін аналық жасушасы өледі, өліп қалады, жаңағы жоқ болып кетеді, өмірін сүре алмайды. Және де ол маточный трубының басына барып, жаймендеп, төменге маткаға қарай жылжиды. Сол күндері жаңағы қалай болады, ол бала қалай жасалады десеңіздер, сол күндері егер ата ұрығы сперматозоид әйел ағзасына түсетін болса, маткаға сонымен бір-бірі қосылады. Сол жерде маточный трубыда, кешіріңіздер, орысша айтып жатқанмын, өйткені мен орысша оқығанмын. Кітаптардың бәрі орысша, сондықтан оның аудармасын көбінесе түсінбей жатады адам. Маточный трубыда аналық жасушасы мен ер адамның кездесіп, жаймендеп маткаға қарай жүріп, маткаға ең соңында жабысады. Ол жабысуды, орнығуды имплантация деп атайды. Имплантация болғаннан кейін сіздер екіқабат екеніңізді
осы жағдай болу үшін, осы жағдай жақсы өту үшін не істеу керек, соны мен сіздерге айтамын. Көбінесе сіз осы видеоны ашқан болсаңыз, сіз көбінесе екіқабат болуды тілеп жүрсіз, екіқабат болуды пландап жүрсіз, жоспарлап жүрсіз. Ол үшін сіз қалай екіқабат боламын деп ойламауыңыз керек. Сіз оған бірінші дайындалуыңыз керек. Бірінші дайындық ол сіздің денсаулығыңыз жақсы болу керек, әйел адамның. Баланың жататын жері, матка көбінесе таза болу керек, және де инфекциядан сіз бірінші жоспарлаудың алдында сіз гинеколог дәрігерге барып көрінуіңіз керек. Ол кісі сізден қан анализін алады жалпы, және де мочаның анализін алады. Ол несептен алады, және де үшінші инфекцияларға алады, және де қарайды сізде воспаление немесе басқа да аурулар жоқ па деген сияқты УЗИмен қарайды. Ол ең бастысы. Өйткені мен айтпақшы, инфекциялар болған кезде оны емдеу керек. Сіз көтере алмаған себептеріңіз содан болуы мүмкін. Қазіргі инфекциялар өте коварный өтеді. Олар герпесный инфекция болса да, герпесный инфекция көбісінде бар, олар мән бермейді. Сіздерде жедел кезеңі болса, ол кезде көтеруге болмайды. Ол балаға үлкен әсер етуі мүмкін. Және де цитомегаловирусты инфекциялар болады. Ол да өте коварный инфекциялардың бірі. Және де басқа қабыну ауруларыңыз болса, бірінші емделіп барып, көбінесе қасыңыздағы күйеуіңізбен немесе партнеріңізбен емделіп барып көтерген дұрыс. Және де бірінші себеп неге сіз көтере алмай жүр? Егер сіз жаңа қабыну ауруларыңызды емдеп, жаңағы инфекциялар жоқ болса, және де барлығы жақсы, гинекологыңыз көтеруге рұқсат берсе, сіздерде болмай жатыр деп ойлайық. Мысалы, сіздер көбінесе жасап көресіздер, бірақ бала болмай жатыр. Ол не себептерден болуы мүмкін? Бірінші себеп әйелде маточные трубы дейді. Жаңа айтып өттім ғой мен, жаңағы сперматозоидпен ана жасушасы кездесетін жер. Сол жерде де непроходимость дейді, трубная непроходимость дейді. Сондай себеп болуы мүмкін. Ол бірінші себебі. Ол кезде де сіз емделуіңіз керек. Сіз бірінші неден болып тұрған, соның себебін білуіңіз керек. Сосын барып сіз көтере аласыз. Сіз мен болмай жатыр деп оны емдемей, тек себебін ғана егер алып тастасаңыз, осы проблеманы алып тастасаңыз, сол кезде ғана көтере аласыз. Сол кезде ғана дені сау бала көтере аласыз. Бірінші себеп ол маточная непроходимость, оны емделеді, және продувание жасалынады көбінесе. Продувание дегеніміз жаңағы маточный трубаларды давлениемен, ауамен продувать етеді. Ол үрлейді, сол кезде ол ашылады. Және де көбінесе спайцный процесс болады жаңағы трубаларда. Сол себептерден де жаңағы өтімділігі төмендейді. Сол кезде де ол қабыну ауруларды ол оперативті түрде, егер спайчный процесс көп болса, оперативті түрде емдеу керек. Және де екінші себеп ол ер адамның ұрығы бала жасауға қабілетті емес болса. Сіздер әйелде жаңағы маточный трубы проходимый, және де барлық гормональный аурулар жоқ, және де қабыну ауру жоқ, әйелдің денсаулығы сау болса, сіз ер адамды тексертуіңіз керек. Өйткені оның ұрығы жаңағы бала жасауға қабілеті жоқ болуы мүмкін. Ол анализдің аты спермограмма деп аталады. Ол әйелдерде, ер адамдардың жаңағы сперматозоид тұқымын ол қозғалғыштығына тексереді. Ол қозғалып маточный трубаға барым дегенше ол қозғала білу керек. Ол кейбір адамдарда ол қозғалмай өліп жатқан сияқты, көбінесе неподвижный деп атайды. Сондықтан неподвижный болуы мүмкін. Ол да емделетін ауру, одан емделіп, көптеген бала туған адамдар бар, оны уайымдамаңыздар, ол емделеді. Мен сіздерге себептерін айтамын. Сол себептен болуы мүмкін. Және де екінші себеп ол
анасының жұмыртқа жасушасымен және де жасушасы және де ер адамның сперматозоидының бір-біріне сәйкес келмеуі, олардың сәйкес келмеуі емес, ол мысалы әйелде жаңағы матканың слизистые болады, олардың ішінде антитела болады. Барлық әйелдерде антитела дегеніміз ол қорғап тұратын жасушалар. Олар кейбір әйелдерде олар активны болады, слишком активны болады. Сол кезде әйелдердің жаңағы слизистылары жаңағы келіп тұрған сперматозоидты өлтіріп тастайтын болады. Кейбір кезде былай алып өлтіріп тастайтын болады, несовместимый болады. Сол кезде сондай себептерде болуы мүмкін. Ол оны да емдеуге болады, бірақ оны консультация, ол алдыңғы ауруларға қарағанда ауырлау, сондықтан оны жаңағы активность, жаңағы қалай айтсам болады, жаңағы матканың қабығының активтілігін төмендететін препараттар ішіп көтеріп жатқандар болады. Солай болады. Одан кейін төртінші себеп поликистоз ауруы. Поликистоз дегеніміз жиі кездесетін аурулар, ол бесплодиеге алып келеді көбінесе. Ол кезде оперативті түрде емдейді, консервативті де емдейді, жаңағы заместительный гормонотерапиямен, және де операция түрінде емдейді. Ол поликистозды алып тастау арқылы кейбір кезде әйелдер көп жағдайларда көтеріп жатады, ондай да жағдайлар болады. Ал сіздерге мен бүгінгі себептерін айттым. Сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға, осы себептерден сіз көтере алмай жүрулеріңіз мүмкін. Сондықтан осыған бедел болыңыздар деп айтқым келеді. Жаңағы осының бәрін себептерін болғаннан кейін сіздер егер көтерсеңіздер, көтерер алдында да сіздер дайындалуыңыз керек. Организмді дұрыстап дайындау керек. Әйел деген темекіні шекпеу керек, арақ ішпеу керек. Ол алдын ала, ол барлығымыз білетін нәрсе. Және де әйел өзінің настроение дейді ғой, өзінің настроениесі жақсы болып, жақсы кинолар көріп, жақсы адамдармен сөйлесіп, оның бәрі осы жақсы бала туымына алып келеді. Және де сіздерге айтатыным, көбінесе әйелдерде болмай жатқан кезде әйел дәл тек қана соны ойлап жүреді. Басқа ойында ешқандай ой жоқ, басқа ойлағысы келмейді, немесе күйеуі, немесе жаңағы енесі әртүрлі себептерден сен тууың керек, сен сондай деп сұрап жатса, көбінесе психологически стрессовый состояние болып, әйелдерде гормональный дұрыс болмай, гормондары сол кезде де көтере алмауы мүмкін. Ол кезде овуляция болмауы мүмкін, ондай да жағдай болады. Әйел деген өзінің барлық ситуацияны жіберу керек. Барлығы болса болады, Алла берген кезде береді. Мен тек қана өзім қолымнан келгенді жасаймын, ал ар жағын өзі Алла береді деп жүрсе, ештемені ойламаса, сол кезде көбінесе көтереді әйелдер. Егер сіз ойлағаныңыз тек екіқабат болу, ойлағаныңыз жатсаңыз, тұрсаңыз да соны ойласаңыз, ол кездерде өздеріңіз кедергі жасайсыздар. Соны айтқым келеді. Және де бір айтатын нәрсем, егер екіқабат болғыңыз келсе, сіздер витаминдер ішіп, жақсы тамақтанып, және де фолий қышқылын күніне 3 рет ішіп, 3 ай алдын ішіп дайындалуыңызға тілеймін. Өйткені сол кезде жақсы дені сау бала туыңыз керек. Туыңызға болады. Және де болмайтын препараттарды айтып кетейін. Екіқабат кезінде, екіқабат болар алдында 1 ай, 2 ай, 3 ай бұрын ішуге болмайтын препарат, ол жаңағы витамин А, рокотан деп аталады. Жаңағы әйелдер көбінесе беттерін тазарту үшін, акнесі немесе прыщик дейді ғой, безеу беттері болса, ол кезде көбінесе дерматологтар беріп жатады. Рокотан деген витамин А-ның аналогы, оны ішуге болмайды. Ішуге болады ма, болмайды ма деген нәрсе емес, болмайды. Ол препаратты екіқабат әйелдерге, екіқабат болғысы келіп жүрген, жоспарлап жүрген әйелдерге ол препаратты ішуге болмайды, өтініш сіздерге. Және де
Екінші препараттар бәріміз білетін антибиотиктерді ішуге болмайды. Екі қабат болатын әйел 1 ай бұрын ішуге болмайды, немесе екі қабат болып жүрсе одан алды болмайды. Өйткені ол егер сізде басқа да ауруларыңыз болса, пилонефрит немесе кишечный инфекция немесе грипп осложненный сондай болып жатса, сіздер өзіңіздің дәрігерлеріңізге барып сұрап емделіп сол кезде ғана жаңағы дәрілерді іше аласыздар. Өйткені сіздер тек дәрігер ғана білет қандай препараттар. Плацентарный барьер дейді, жаңағы балаға барьер, плацента дегеніміз бала жолдасының сол барьер бар, ешқандай инфекцияларды ештемені өткізбей тұратын, сол барьерден өтіп кететін дәрілер бар, антибиотиктер. Бірақ өте алмайтын дәрілер бар. Сіздерге ауырған кезде сол өте алмайтын, балаға жаңағы антибиотиктің әсері берілмейтін дәріні дәрігерлер ғана білет. Соны сіздер сол кісілермен кеңестерін алып, солай ғана емделу керек. Өз беттен дәрілерді ішуге болмайды. Өйткені сіз өзіңізге ғана емес, балаға да жауаптысыз. Соны естеріңізден кетірмеңіздер, естеріңізге салып жүріңіздер. Солай сіздерге жақсы дені сау бала тууды тілеймін, тезірек ана болуды тілеймін. Менің сіздерге айтқан кеңестерім, егер сізге керек, егер ұнаса, осы видео ұнаса, қолдарыңызды көтеріңіздер және менің каналыма жазылыңыздар. Әртүрлі тақырыптарға, жаңағы балалардың ауруы және де одан басқа бьюти темаларға мен тақырыптарды көтеріп отырамын. Сіздерге үлкен рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.